ойнаймыз. Қарап отыр. Бірінші. Жоқ. Дұрыс. Жұп болса аламыз балар, бесемші ойында балар. Жұп болса, қарсыластың отауына жұп болса аламыз. Алтау жұп балар аламыз. Жарайсыңдар. Қарсыластың тобында тақ болса алмаймыз балар. Ал ендеше, қарап отырамыз. Кезекті күтіп ойнаймыз, балар? Кезекті күтіп, өзіміздің қазандығымызға саламыз. Жарайсыңдар. Жұптарды аламыз. Енді Альмира сен жүресің. Балдар қарсыластың отауында босаған аласыңдар. Сәлеметсіздер ме? Мұнда не болып жатыр? Сәлеметсіздер ме? Сіздер бүгін бұған қазір той болып жатыр. Балаларымыз ұлттық ойын, бес семші ойын ойнап жатыр. Қандай керемет. Мен өзіммен бірге ұлым Диасты алып келген едім. Жарайсыздар, ендеше балалар. Диасты бізбен бірге ұлттық ойын ойнауға шақырамыз ба? Жарайсыздар, ендеше балалар, біз балалар. Бес атар деген ұлттық ойын, асық ойын ойнайық. Сендермен бірге, жүріңдер бірге түсіндіріп беремін. Бес атар деген ойын бар бізде балалар. Ережесін түсіндірейін балалар бірінші. Диаспен бірге ойнайық. Диасқа және де ойынды таныстырайық. Ал балалар, қараңдар, бес атар деген ойында кене көл сызығында бес кене асығы тігіледі. Және де бес сақа болады. Осы бес сақамен бес мүмкіндік болады атуға. Қараңдар балалар, егер асығымыз сарыға түссе, бір ұпай деп саналады. Жасылға түссе, 2 ұпай. Қызылға түссе, 3 ұпай. Күлгінге түссе, 4 ұпай. Және де қызғылт сарыға түссе, 5 ұпай. Егер қызғылт сарыдан асып кетсе, онда 6 ұпай деп саналады балалар. Ал ендеше балалар, бірге ойнап көрейік. Кәнеки, Маржан, ой жарайсың Маржан? Дәлдеп тұр бат. 5 мүмкіндік 5 асық. Ой жарайсың. Қандай керемет. Қандай мерген? Жарайсың. Тамаша. Енді тағы бір мүмкіндік бар. Осы мүмкіндік жіберіп алмайық. Жарайсыңдар. Балалар қараңдаршы. Біз Маржан қанша ұпай алды деп ойлайсыңдар? 1 ұпай. 2 ұпай. 2 ұпай болды. Және де 3 ұпай. 3, 4. Мынау 4 ұпай. 4-ке 2-ні қосса қанша болды? 6. 6. Жарайсыңдар. Маржанда 6 ұпай.